Ассалаумағалейкум әлеумет, арма қазақ елі, аты жөнім Марғұлан Нұрданғазыұлы. Бүгін сіздермен сүйінші жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Сүйінші ағайын, мына Қытайдың аяғын ақш аспаннан бірақ келтірді. Осыдан 5-7 жыл бұрын қазақ арасынан шыққан бір туар азамат Қытайдың болашағы жайлы ерекше батыл саяси болжам жасады. Сол кезде біздің Қазақстандағы қытайшылдар кертартпа пікірін жаңбырша жаудырды. Ой, мүмкін емес, Қытайдай алып экономика алып бер жауа ешқашан құламайды деді. Сен де отырып алып оттай береді екенсің, жағыңа жылан жұмыртқаласың деп көкігендері де көп болды. Бірақ сол кезде айтылған саяси болжамның бүгін нақ шындыққа айналғанын көріп отырмыз. Ол болжамдарды жасаған кім? Әлбетте ол қазақ оппозициясының серкесі Серікжан Біләшұлы ағамыз. Келесі видеода сіздер 2020 жылы Секеңнің дәл осы жағдайды қалай болжағанын өз көздеріңізбен көріп құлақтарыңызбен естисіздер. Ендеше бүгінгі сұхбатымыз орталық Азия елдері, әсіресе Қазақстан Республикасы, Қытай Халық Республикасынан алған, адамның ақылы да жетпейтін, санаса шаш та жетпейтін, сұмдық жойқан қарызды қалай қайтарады? Егер алда-жалда біз кешегі әлемдік ақпараттан естіп жариялағандай Қытай Компартиясының қазіргі басшысы Си Цзиньпин тақтан тайдырылатын болса, онда Қытай Компартиясы тұтасымен биліктен кете ме? Қытайда Совет одағы сияқты үлкен саяси өзгеріс немесе формациялық өзгеріс бола ма? Әлде Қытай мемлекеті тас-талқан болып, жік-жік болып, басқа да одақтас елдерге немесе республикаларға бөліне ме? Ондай болған жағдайда Қазақстанның Қытайға қарызын қайтармай қоюға мүмкін бе? Осы туралы сіздермен сұхбат. Бізге Си Цзиньпиннің тақтан кеткеннен гөрі кетпеген әлдеқайда қолайлы деп айтсам, әлдебіреулер бізді жақтырмай жамандап шыға келуі бек мүмкін. Себебі Си Цзиньпин өзі небәрі 5 сынып және 7 сынып оқыған топас. Әрине ол тек жоғары билікке жағымпаздығымен және әкесінің ықпалымен келді. Ол сөйтіп сол замандағы қызыл екінші дәуірлердің, яғни әке шешелері Компартияның соғысына қатынасқан, Маузлунның айналасында болған, Компартияның игілігін көрген екінші бір қоғам олар. Олар өмір бойы жас күннен бастап қысқасы ішкен сиганына дейін бүкіл киген кешегі Компартия бағып асырады. Сондықтан бұлар Компартия десе жанын беретін екінші қауым, және бұлар байлықты да, қызықты да, қатынды да, тоқалды да сол Компартияның арқасында алды. Яғни әкелерінің шексіз билігіне сүйене отырып бұлар емін-еркін ырғын шайқады. Шашты, оңды солды сермеді, қолын айға да созды. Сондықтан бұлар Компартия үшін жанын беретін екінші қауым. Дәл қазіргі Гонконгтағы Сан ТВ-дің басшысы Чжэньпин өзін ақтап кешегі Си Цзиньпинді тақтан тайдыру туралы саяси бюроның кеңейтілген жиналысын ашу туралы хатты мен жазбадым дегендің өзі Қытайда мәлім бір аңсаңдау болуы да мүмкін. Немесе бұл хатты Си Цзиньпиннің өзі өзіне кімдердің қарсыласуы мүмкін екендігін әдейі білу үшін жариялаған болуы да мүмкін. Қалай болмасын, Си Цзиньпин сияқты дүлей және батыспен ашық қарсылыққа шығатын, әсіресе Америкамен ашық жаулыққа баратын бұндай басшы шын мәнінде адамзат үшін пайдалырақ болар еді. Себебі Си Цзиньпинді орта жолдан тоқтатса немесе оны тақтан тайдырса, оның орнына келген басшы Қытайдың Компартиясын аман сақтап қалуы бек мүмкін. Ал Си Цзиньпин сияқты дүлейдің бола беруі, әсіресе оның Америкамен жауласуы ең соңында Қытай Компартиясының өзін, тіпті Қытай мемлекетінің өзін империя ретінде тас-талқан қылуы бек мүмкін. Сондықтан Си Цзиньпиннің билікте отыра бергені шын мәнінде адамзат үшін пайдалырақ. Яғни бұл жерде Қытай империясының тас-талқан болуы адамзатқа пайдалы деп отырмыз. Білесіздер. Көрдіңіздер ме? Ол кісінің айтқан саяси болжамдар қазір қалай дәл келіп жатыр. Қазір Қытай тоқырауға ұшырады. ақш салған салықтар мен санкциялар ішкі нарықты күйретті. Жаппай жұмыссыздықтар бәрі Қытайды құлдырауға әкеп соқты. Саудагерлер зажылап отыр. Кәсіпкерлері әуелі алды елден қашып жатыр. Жүйе ыдырады деген осы емес пе? Бұл құр сәйкестік емес, бұл ақиқат ағайын. Тағы да қайталап айтамын. Серікжан Біләшұлы бұл нәрсені 2020 жылы бізге ескертіп айтқан. Бірақ көп адамдар күмәнмен қарады. Ал ол жүйені ашық сынап, ұлты үшін қауіп қатерді алдын ала сезіп, еркін сөйлей білді. Міне, енді бәрі жасқа айналды. Сондықтан ағайын, шынайы білімді, ұлт тағдырын терең түсінетін саяси сарапшыларды тыңдайық. Көзімізді ашатын, қауіпті алдын ала айтатын, ұлтын ойлаған тұлғаларға сенейік. Қытай туралы, отарлау саясат туралы, визасыз режимнің арты неге апаратыны жайлы Серікжан Біләшұлы бәрін күні бұрын болжап нақты дәлелмен айтты. Тағы да не айтайын ағайын? Айтпақшы, ана визасыз режим демекші. Қазір сол Қытайда тоқырауға ұшыраған саудагерлер, байлар, кәсіпкерлер біздің елдегі визасыздықты пайдаланып, екінші толқын болып Қазақстанға құмырсқа шағылуы мүмкін деп қатты алаңдаймын. Бұл құр қауіп емес ағайын. Бұл ұлтқа төнген қауіпсіздік мәселесі. Сондықтан мен Қазақстан билігінен сәл болса да ұлтқа жан ашса, Қытаймен мына визасыз режимді дереу арада тоқтатуды сұраймын. Бұл менің жек көруім емес, бұл сақтану, бұл өз жерімізді, өз нарығымызды, өз болашағымызды қорғау. Отырып тақырыптан ауытқып кеттім. Айып етпеңіздер. Сонда да видеоны бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, таратыңыздар. Рахмет.